Демалыс күндері Петропавлда облыстық Радуга ұлттық мәдени фестиваль өтті. Бірлік күні қарсаңында ұйымдастырылған дәстүрлі сайыста 150-ге тарта ұлғыз өнер көрсетті. Өңіріміздің түкпір-түкпірінен жиылған дарынды жастар әртүрлі халықтардың ұлттық әндерін шырқап билерін биледі. Сахнада күй ойналып жатыр. Ол Исламбек Ысқақовтың күрішілер биі деп аталады. Орындаушылар Қазақ мектеп гимназиясынан 5 және 6 сынып оқушыларынан құралған домбырашылар ансамблі. 11 жасар Камила Мұқанова осы ұжымның құрамында 4 жыл өнер көрсетіп жүр. Осы аралықта 7 күйді жетік меңгеріпті. Маған домбыра өте оңайды. Ол қазақ халқының халық аспабы. Біз әртүрлі конкурсқа қатысамыз, түрлі сайыстардан жеңеміз, бірінші орын аламыз. Ал мұна 12 ұл-қыздан құралған Радуга ансамблі. Мамлютка қаласынан келген олар бүгін татар ұлтының өнерімен таныстырып, мұң бұрала би билеуде. Біздің ансамбль көптеген ұлттың биін билейді. Соның ішінде татар, қазақ, украин, орыс және еврей де бар. Біз татумыз және бірліктеміз. Жыл сайынғы дәстүрлі байқауға аудандар мен облыс орталығынан жиылған 150-ге тарта ұл-қыз қатысты. Әр ұлттың өкілдері түрлі аспаптарда ойнап, ән айтып би биледі. Солтүстік Қазақстанның адамдарын, тұрғындарын бәрін бірлік күнімен құттықтаймын. Менің басқа ұлттағы достарым өте көп. Біз өте тату достармыз. Күнде бірге ойнаймыз, қыдырамыз. Радуга фестивалінде өнерлерін паш еткен қатысушылар дипломдар мен естелік сыйлықтарға ие болды. Тоғжан Ақмағамбетова, Владимир Барахков, муниципалдық телеарна.